Махаббат ертегісі 64-ші бөлім бүгінгі бөлімінде өте қызықты әрі күлкілі эпизодқа толы болады. Махир екеуі ұрысып қалады тағы да. Ол әдеттегі кешегі оқиға жайында. Жанпиза да атасынан ұялып отырады. Осылайша екеуі бір-бірінен тағы да келіспей қалады. Ал соңында айқайлаған Махир даусын туысқандары, енесі, атасы барлығы ойбу деп, әсіресе Сүрия енесі қатты ойнайды. Қатты айқайлады Махир деп. Шынымен де Махир қатты айқайлап жатқан. Бірақ екеуі қайтадан осы кезде татуласып, бір төсекте жататын болады. Бір-бірін кешіреді. Ал мұнда Асап төре мен Асеп ханым. Асап төреге кетпеші деп жалынады. Қасымда жатшы, кетпеші. Балаларда осындай іс түскенде біз екеуміздің екі жаққа жатқанымыз, ажырасқанымыз жарамыз дейді. Осыдан кейін көнеді. Ал қызметшілері осы үйдегі өсектің барлығын айтып отырады. Кеше Асап төре қатты айқайлады Жанпизаға, Махирмен ұрысып қалды, енді не болады екен деп. Осы кезде Эпсана келеді. О, Эпсана, сен келгенбісің дейді. Иә, жаңа түнде келдім дейді. Түнде де больница шығара бере ма деп таңқалады. Махир мен Жанпиза барлығынан ұрысып, бір-бірін түсініп, бір-бірін кешіріп, енді ғана қайтадан өздерінің махаббат сезімдеріне беріліп жатқан кезде телефон қоңырау шалады, яғни Жанпизаның телефонына. Ол әлгі жынды Сәлім еді. Өйткені басқа істейтін ісі жоқ. Осы Сәлім бас істемейді. Ол әдейі Махирдің ашуына тиюші. Жанпизаның сүйіктімнің, қымбаттымның дүкенін ашылуына байланысты құттықтап звондайын деп едім, көңілін сұрайын деп едім дейді. Махир шаруаң екінші қарасаңдама деп айқайлайды. Сәлім шынымен натуре жынды, өйткені Рашидтің ұлы Сәлім. Ал Рашид Жанпизаның әкесінің ағасы. Әкелері бір. Сонда өз қарындасының ізінен қалмай жүрген Сәлім деген жындыға әлі шындықты білмейтін болу керек. Өзінің қарындасына ғашық болып жүр Сәлім айналып келген кезде. Жанпизаның отбасын ойран алғысы келеді. Ал мұнда таңертеңгілік әңгімеде байқамай Септа енесіне кешегі балгердің берген сусыны шынымен де сізді атам екеуді қосты деп айтып қояды. Өйткені мына жерде кемпір мақтанып отқан. Ол енді менің екеуміз татуластық деп. Осы кезде Сүрия, ойбай, ол нәрсені маған да айтыңдар. Мен де білейін. Мен Жанпиза мен Махирді қосқым келеді дейді. Ниеті түзу ғой. Апарыңдар мен деп жалынады екеуіне. Ал мұнда Махир мен Жанпиза бір-бірінен түсінісіп, таңғы асқа түсуге ұялып, Махир екеуі жұмысқа шығып кетеді. Ал мұнда Рашид пен Куршат кездеседі. Куршат Рашидке, кәне тауарым қайда, сен алдың ғой, тауарымды қайтар дейді. Рашид болса, иә, мен алдым. Сенің Куршат Луард деген кім дейді. Ал мұнда Жанпиза күйеуіне есеп беріп отыр. Өйткені дүкенге камера орнатылды, бірақ қосымшасын ертең жүктеп алады екен. Ал расында да өзінің барған кеткеннің барлығын есеп беріп отыр. Тіпті Сара келді. Сара екеуміз шай ішіп отырмыз, кофе ішіп отырмыз деген секілді. Өйткені қауіпсіздік шараларын қатты қолға алу керек. Сәлім деген иисус аңдып жүр. Қызметшілер осы жерде сөйлесіп отыр. Осы кезде Септа келеді. Апам қайда? Перман қайда? Барлығы неге мені тастап кетті дейді. Ал мұнда Перман қора мұншаға әкеліп, енесі әбден ұрсып жатыр. Не деген тәрбиесіздер, ұятсызсыңдар. Ана алқаны қайтып бер. Эпсана, сен кішкене жұмыс жасай тұр, содан кейін сен бөлектен кетесің. Саған бөлек үй әперем. Ай сайын барлығын төлеп отырам, жағдайын жасап отырам деп кемпір нақты шешімін айтты. Ал мұнда Махир досына мақтанып отыр. Менің бір романтикалық нәрсе жасаймын дейді. Айтпақшы, Куршат пен Гүлзардың кездесіп жүргенін мен көріп қалдым, маған кесір тиіп кетпесе екен дейді. Осы кезде Куршат Септаға, Гүлзарға сөз айтып отыр. Сүю деген қылмыс па дейді. Мен сені ұнатып қалдым, сен жоқ десең мен сенен мәңгілік бас тартамын, бірақ мен 21 жылдан кейін ғана саған ғашық болып отырамын дейді. 21 жылға дейін ешбір әйелге ғашық болмадым деп ғашықтық сөзін айтып отыр. Сәлім болса әлі де Жанпизаның соңынан аңдуын қоймады. Оған жіберген сыйлықты алмағанын да көрді. Ал мұнда Жанпизаның шайханада жұмыс жасайтын көршісі тұрғанын білді. Сол арқылы Жанпизаға тиісетін болды.
әлгі көріпкел деген осы, бұл көріпкел нағыз алаяқтың өзі екен. Алдын ала камера орнатып қойды, сол камераға не айтып жатыр, не қойды, барлығын біліп алады екен. Содан кейін келеді де, мен білем, бұл кемпір маған келген жоқ деп Сүрияның қолын ұстап, ұлың Махир үшін келдің, Махирдің отбасы қатты шайқалғалы тұр дейді. Осы кезде Сүрия шошып кетеді, шынымен де Махир менің балам, шынымен де бұл дұрыс айтты деп сеніп қалады. Ал мұнда Сәлім өтірік айтып, атын барлығын өзгертіп, әлгі шайханашыға өзінің визиткасын береді. Қолдан тігілген кілем бар, соны Жанпейзаға серіктес болуға деп. Ал мұнда Куршат пен Махир сөйлеседі, барлығы сатып кеткен сабашы екен, енді соны қолға алу керек, бізді білмеу керек деп жатыр. Жанпейза болса алғаш рет күйеуіне, біз екеуміз оңаша қалайықшы, екеуміз мейрамханаға барып жеке тамақтанайық дейді. Махир келісе кетті. Ал мұнда үлкен отбасы Ильмаз әулеті осы пайдаланып, Септаға бұрын көңілдесіне берген Эфсана алдында тартып алып, Септаға сыйлады. Осы кезде мойнына таққан Сүрия болса жақтырмайды. Мынау немене сауыт сияқты бұрынғы замандағы. Тіпті Септа бұған саған мүлдем жараспайды дейді. Септа көңіліне үндемейді. Өйткені бәрі әдемі болып тұр деп жатыр. Ал Асап мырза бір шындықты біліп қалған сияқты. Жалғасы бар.